Ассалаумағалейкум жігіттер. Бізде Чанган CS55 2024 рестайлинг. Пробег 20 мың болды. Өзімнің машинам, свечасын ауыстырайын деп жатырмын. Өзімнен мынандай торч деген таза қытайский свеча шықты. Чанганнан осындай торч деген китайский жігітше айтайын, бұл торч деген негізінде конченый свеча. Бір сөзбен айтқанда. Осыған мынандай Audi-дің Start Volt деген свечасынан ашып көрсеттім. 14 кликке болады бұлар деген. Міне мынандай Start Volt деген свеча салайын деп жатырмын. Бізде Чанганда мына жері 16 кликке жүреді. Мына Audi-дің 1.8 турбо свечасы мынау деген. Көріп тұрғандағыдай өте сапасы өте жақсы негізінде. Startboard деген фирманы өздеріңіз Google'дан оқысаңыздар, отзывтар өте жақсы. 20 мың пробегтің ішінде асты уже пробивать етіп жатыр катушканың түбінен. Ақырында свеча деген мынандай қап-қара болып кетіпті. Бұл не деген сөз? Мына қара болған бұл бензиннің сапасының төмендігінен негізінде. Бұл машина свечаның ешқандай қатысы жоқ бұл шүтті. Бензиннің сапасы өте төмен болып тұр. Негізі 95 құям постоянно. Енді осындай свеча салайын деп жатырмын. Құдай қаласа былайынан түсіреміз міне. Өстіп саламыз енді.